Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы биорганикалық қосылыстардың жеке класстары арасындағы генетикалық бөлім. Сабақтың мақсаты биорганикалық қосылыстардың негізгі класстары арасындағы генетикалық байланысты зерттеу, бағалау критерийі, биорганикалық қосылыстардың негізгі класстарын білесіңдер және ажыратасыңдар, қосылыстардың арасындағы генетикалық байланысты түсінесіңдер. Генетика грекше генезис шығу тегі немесе ұқсастық дегенді білдіреді. Ал генетикалық байланыс дегеніміз жеке класстардың өзара байланысы арқылы бір-біріне айналуы, немесе бір класс өкілінен екінші класс өкілін алу. Биорганикалық заттар екіге бөлінеді: жай және күрделі. Жай заттар екіге бөлінеді: металдар, бейметалдар. Күрделі заттар төртеу: оксидтер, негіздер, қышқылдар, тұздар. Енді біз металдар мен бейметалдардың генетикалық қатарын қарастырайық. Металдардың генетикалық қатары: кальцийден кальций оксидін алу, одан кальций гидроксидін аламыз және одан кальцийдің карбонатын аламыз. Металл бұл кальций, яғни металл. Егер кальций оттекпен әрекеттесетін болса, онда кальций оксиді түзіледі. Яғни металл оксидін негіздік оксид дейміз. Енді кальций оксидіне суды қосатын болсақ, кальций гидроксиді түзіледі. Бұл негіз. Кальций гидроксидіне қышқылдық оксид СО2-ні қосатын болсақ, онда кальцийдің карбонаты түзіледі және су түзіледі. Мінекей біз металдардың генетикалық қатарына кальцийді мысалға ала отырып, айналуды жүзеге асырдық. Нәтижесінде тұз түзілді. Енді бейметалдардың генетикалық қатарын қарастырайық. Фосфорды алайық. Фосфорға оттекті қосу арқылы біз фосфор оксидін алдық. Бұл бейметалл. Бейметалл оксиді, яғни қышқылдық оксид. Бейметалл оксидіне суды қоса отырып, біз фосфор қышқылын алдық. Яғни қышқылдық оксидтен қышқыл алынды. Енді H3PO4 фосфор қышқылына калий гидроксидін қоса отырып, калий 3PO4, яғни калий фосфатын және су түзілді. Міне. Нәтижесінде фосфорға оттекті қосып, одан шыққан қышқылдық оксидке суды қосып, одан шыққан фосфор қышқылына сілтіні қосу арқылы біз нәтижесінде тұз алдық. Енді балалар, екеуінде қарасаңдар, мінекей, екі қатардан да, яғни металдың қатары менен бейметалдың қатарынан нәтижесінде тұз түзілді. Сонымен сабағымызды бекіту тапсырмасына көшейік. Оқулықтағы 177-ші беттегі бірінші жаттығудың асын және всын орындайық. Асы металл қатарына арналған, ал высы бейметалдың генетикалық қатарына арналған. Бұл жердегі сендер басшылық алатын дескриптор: бірінші биорганикалық қосылыстарды білесіңдер, екінші химиялық формула құрастыруларын керек, үшінші химиялық реакция теңдеуін құрастыра аласыңдар. Мақсатымызға оралатын болсақ, биорганикалық қосылыстардың негізгі класстары арасындағы генетикалық байланысты зерттеу және зерттелу болатын. Мен ойлаймын, балалар, бұл мақсатқа біз жеттік деп. Рефлексия. Бұл бүгінгі сабағымыздың түйіндемесі. Тақырыпты меңгеру мақсатына жеттік пе? Сабақ сендерге ұнады ма? Табыс баспалдағын толтыру. Мен өз білімімдегі кемшіліктерді білдім. Бірінші, алғашқы баспалдақ. Мен нені толықтыру керек екенін түсіндім. Бұл екінші баспалдақ. Табысқа жетемін, қолымнан келеді. Бұл үшінші баспалдақ. Осы табыс баспалдағының үш баспалдағына аса көңіл бөліп, кері байланыс жүргізулеріне болады. Тапсырманы орындап, маған WhatsApp желісі арқылы жібере беріңдер. Түсінбеген сұрақтарың болса, сол жерден қоясыңдар. Сау саламатта болыңдар.